Ассалаумағалейкум. Бүгін 693 портал арқылы дистрибьюторлар қалай жұмыс істейді, соны көрсетеміз. Дистрибьюторларға Excel форматындағы файл келеді, жеке кабинетке кіреді, портал мобильді және кәдімгі стационарлық компьютерлер арқылы кіретін нұсқада қызмет атқарады. Мынау дистрибьютордың кабинеті. Дистрибьюторге файл келді. Экранның сол жағында машина, көліктің суреті көрсетілген батырманы басамыз. Контекстік меню шығады, осы жерде накладной дейді, соны белгілейміз. Накладной Excel форматына келді. B268 дейді. Автомат түрде мына жерге накладной нөмірі қойылады, қай складқа түсіріледі? 7-ші складқа түсіріледі. Енді қосу деген батырманы басқасақ, жаңағы накладнойдың ішіндегі бүкіл тауарлар осы порталға жүктеледі. Мына жерде қармақтың сурет көрсетілген, яғни осы тапсырыстың келген жүктің ішінде екі жүкті беруге болмайды деген сөз. Адамдардың сурет тұрған 0 деген сөз, яғни осы жерде әлі ешқандай жүк ешкімге берілмейді деген сөз. Берген кезде мына жерде өзгеріп отырады. Барлығы осы келген жүктің ішінде 21 тапсырыс бар. Ал енді накладнойның нөмірі міне B268, осыны басамыз. Басқан кезде бұл жерде бізге міне көкөзек дейді, қай жерге келгені көрсетіледі, накладной. Мына жерде қызылмен белгіленген бағанағы айтқан берілмейтін тапсырыстар, накладнойдың нөмірі кетірілген. Мынаның үстінен бассақ, қанша теңге, қанша доллар автомат түрде көрсетіліп шығады. Курс миктің мөлшерімен алынады, плюс 50 цент қосылады үстіне. Мына жерде WhatsApp-тың батырмасы белгіленген батырманы басқаса, автомат түрде әр осы тапсырыс берген клиентке хаттама жіберіледі. Егер мына жерде қандай да бір қателіктер келіп, немесе накладной өзгеріп жататын болса, мына жерде өшіру батырмасы бар. Әгіні басып, мына жерден өшіріп тастауға болады. Мына жерде міне көріп тұрғандай, күнде әр сағат сайын миктің курсы алынады. Өтіп кеткен тапсырыстар архив мәзіріне көшіріледі. Және QR деген доступ бар. Бұл жерде қоймада жұмыс істейтін жұмыскерлер дистрибьюторға келеді, телефонмен QR сканерлеп, логин парольсіз әр тапсырысты тексере алады. Ол не үшін керек? Мысалы, клиент келді, дистрибьюторға ақшасын төледі, содан кейін қоймаға барады ғой. Қоймаға барған кезде қоймадағы жұмыскерге QR код көрсетеді. Жұмыскер сол QR код сканерлейді, бірден жүк қай жерде жатқанын көре алады. Тамашалағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.